Ассаламу-алейкум, құрметті достарым. Алматы қаласы Алтын-Ордадағы парковщикке байланысты инцидент осы желіде, әлеуметтік желіде өте қызу талқыланып отыр, иә. Біреуі боқтады, біреуі ұрды, екіншісі машинелер тепкіледі. Кім кінәлі? Әрине, кім кінәлігін құзырлы органдар анықтайды. Бірақ біз заңгер ретінде бұған өзіміздің көзқарасымызды айтпақсымыз. Сіздермен бірге заңгер Шынарбаев Марғұлан, каналда қалыңыздар. Ары қарай өзіміздің көзқарасымызды айтамыз. Ары қарай істі қарамастан бұрын подписка басып, лайк басып, және жүрек басып, астына комментарий қалдырып отырсаңыздар, Қазақ Кизан каналының дамуына атсалысуыңызды сұраймын. Енді бұл жерде бәрімізге мәлім, Тенгриньюста информация бойынша, бағдарламасы Қазақстан Республикасы 293 бабы, яғни бұзақылық бойынша іс қозғалыпты қазіргі таңда. Бұзақылық деген не ол? Бұзақылық деген қоғамдық тәртіпті бұзу. Қоғамдық тәртіпті бұзу бойынша іс қозғалған екен. Жалпы қазір баптар талқылап өтейік, одан кейін әр ситуация бойынша қандай бап қолдану мүмкін туралы айта өтейік, иә? Одан кейін бұндай істі алдын алу шараларын айтамыз. Не істеу керек бұндай жағдайда деген сияқты. Бұзақылық бабы бойынша 293 бап Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі. Ол 2000 айлық есептік көрсеткішке тартылуы мүмкін кінәлі адам. Болмаса түзету жұмысына тартылуы мүмкін 600 сағатқа дейін. Болмаса қоғамдық жұмысқа тартылуы мүмкін. Сонымен қатар 2 жылға я бас бостандығынан айырылады, я бас бостандығынан шектейді. Осындай санкциялар бар. Бұл бұзақылық бойынша. Бұзақылыққа кімді жатқызуға болады? Жалпы ана жерде алып отырсаң, әрқайсысында бұзақылыққа тануға болады. Не үшін? Егер қоғамдық тәртіпті барлығы бұзған, былай айтып отырсаңыз, водительді бұзды, парковщикті жаңағындай өзінің машинен ұруымен, нетуімен, ал қалғандары жаңағындай жүгіріп машина ұрғандарды қоғамдық тәртіпті бұзды. Бұл баппен кез келгенін жауапқа тартуға болады, иә? 293 баппен. Енді бұл жерде ары қарай қалай болады? Ары қарай парковщиктің бәріміз көрдіңіз, мұрны қанап жүр. Яғни не істеген? Денсаулығына зиян келген. Денсаулығына зиян келу бойынша бөлек бап. Ол Қазақстан Республика қылмыстық кодексінің 106 бабы бар, 107 және 108 бабында. Яғни денсаулыққа қасақана зиян келтіру. Ол зиян келтіргеннің деңгейіне байланысты. Мысалы, зиян келтіру қасақана ауыр зиян келтірсе, мысалы ауыр зиян келтірсе, 2 немесе одан да көп 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру мүмкін адамды. Яғни водитель мені ұрды ғой, егер ауыр зиян келсе, 3 жылдан 8 жылға бас бостандығынан айыру мүмкін. Ал егер жаңа парковщикқа орташа зиян келсе денсаулығына, ол 1000 айлық есептік көрсеткішке шейін айыппұл тағылуы мүмкін, түзету жұмыстарына, болмаса 600 сағатқа жаңағындай қоғамдық жұмысқа, одан кейін 2 жылға дейін бас бостандығынан айыруға, не бас бостандығынан шектеуі мүмкін 2 жылға дейін. Яғни өзінің келтірген зиянына байланысты. Ал егер жеңіл денсаулыққа жеңіл зиян келетін болса, әкімшілік жаза болады, ол жерде айыппұл ғана болуы мүмкін. Жеңіл болса, жеңіл зиян келтірсе, иә. Бұл енді парковщик жайлы айттық. Бірақ мынандай нәрсе бар. Ол жерде қоғамдық тәртіп бұзылуымен қатар жаңағы жүргізуші водительдің көлігін тепті халық, дұрыс па? Соның көлігіне де зиян келтірді. Ол жеке айып тағуы мүмкін маған сол көлігіме зиян келтірілуі туралы. Және байқасаңыз, жерде пышақ болды. Пышаққа байланысты оның денсаулығына, өміріне жаңағындай қауіп төндіретіндей қасақана іс-әрекет болды деп арыз жазу мүмкін. Түсіндіңіз ғой? Бірақ пышақ әрине оны парковщик ұстады ма, жоқ басқасы болды ма қолында белгісіз кім болған. Айтпақшы, біз парковщик Леспекпен хабарласқанбыз. Хабарласып едік, ол кісі мен ауруханадамын, денсаулығыма байланысты, сол енді жарақат алған адамыз ауруханада екен. Иә? Ол ауруханада өзің айтты, ары қарай хабарластық, енді ары қарай ол кісімен де хабарласып тікелей бір телефонын таптық, Инстаграм арқылы енді өзімен шығамыз бұйыртса. Қалай болатын ары қарай енді көреміз енді бұйыртса.
сол леспектің айтуы бойынша жаңағы водитель жүргізуші ол да арызданған екен. Түсіндіңіз ғой, арызданған екен. Леспек те қарсы арыз жазыпты денсаулығына зиян келтірілуі бойынша. Бұл сонымен қатар маған инстаграмға қазір шығып жатыр жаңағындай машинеге қасақана зиян келтірген адамдар. Яғни машинеге тепті, алдына жаңағындай бір ағаштар лақтырды деді ғой. Сол адамдар хабарласып жатыр. Сол адамдардың біреуін ба екеуін ұстап, оларды жауапқа тартып жатыр екен. Түсіндіңіз ғой? Яғни бұл жерде барлығын жауапқа тартып жатыр. Бұл жерде айтатыным енді водитель орыс деп жатыр, қазақ деп жатыр, орыс қазақ деп бөлініп жатыр. Ондай қажет жоқ. Жаңағындай ұлтаралық бір өрт туындырып, ондайдың істеудің қажеті жоқ. Бұл инцидент біздің Қазақстан түкпір-түкпірінде жерінде болып жатыр. Ал мына инцидент енді ютубқа шығып кеткеннен кейін қызу талқыланып жатыр, иә. Ол жерде қазақ, орыс деп бөліп қажеті жоқ. Жалпы бұндай жағдайда енді не істеу керектігін мен сіздерге айтайын. Бұндай жағдайда 102-ге звондап полиция шақыру керек еді, мысалға, иә. Бірақ жаңағындай парковщикті түсініп тұрмын. Ол да бірінші бастап боқтаған жоқ, бәріміз көріп тұрмыз. Боқтаған бірінші жаңағы жүргізуші. Иә, жүргізуші. Сосын кейін бірінші ұрған да жүргізуші. Ол өзінің жазасын тартады. Ұрған үшін, боқтаған үшін арыз жазылады, қылмыстық болсын, әкімшілік болсын, өзінің жазасын тартады. Бірақ бұл жерде парковщиктің, леспектің енді машинені ұрып соққаны кішкене дұрыс болмады ол жағада. Өйткені материалдық зиян келтіріліп отыр ғой. Жаңағы жүргізуші талап арыз беруі мүмкін, азаматтық талап арыз беруі мүмкін, материалдық зиян келтіруіне байланысты. Яғни бір суммада қаражат талап етуі мүмкін. Менің ойымша бұл істі бір-бірінен кешірімді болып, жаңағыдай обоюдно кешіріп, бір-бірін сөйтіп жапқан дұрыс. Ең абзалы сол болады. Ал бұндай жағдайда жаңағыдай қарсы енді бәрін түсінемін. Қазір енді әдесе мәді деген заман ғой. Егер зиян келтіріп жатса, ұрып жатса қарап тұрмаймын ғой деген болады. Бірақ заңына келетін болсақ, егер ұрып жатса, басқа бірдеңке болса, 102-ні шақырып, ол кісі заң жүзінде жауапқа тартылу керек. Түсіндіңіз ғой? Мен сіздерге жалпы баптарын айтып шықтым, жалпы қандай іс-әрекеттер болғанын айтып шықтым. Содан кейін барып жаңағындай бұл істе алдын алу жолдарын айтып шықтым жалпы, иә. Сондықтан біз бұйыртса әлі Ермек Тілеукеев атауы инстаграмда шығамыз, инстаграмда осы туралы талқылайтын боламыз. Бүгін 31-і сағат 9-ның кезінде біз инстаграм парақшасына шығып, ол туралы тікелей эфирде талқылайтын боламыз. Сондықтан бұл инцидентті біз өзіміздің көзқарасымыз осындай. Бұл жерде қандай да іс жағдай болмасын, құзырлы органдарға хабарласып, құзырлы органдардың көмегімен шешкен абзал болады. Ал сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан, подписка, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше күн жақсы, сау саламатта болыңыздар.